Ал бас шаһардың әкімдігі соғыс ардагерлеріне арнап концерттік бағдарлама әзірледі. Қазіргі ахуалға байланысты жау жүрек полк шеруін ұйымдастыруға мүмкіндік болған жоқ, сондықтан майдангерлерге жаңаша форматта құрмет көрсетілді. Тілшіміз тарқатып айтсын. Елорда әкімі Алтай Көлгінов Ұлы Отан соғыс ардагерлерін айтулы мерейтоймен құттықтады. Деріңіз сау болсын. Отбасыңызға амандық тілейміз. Мерекеден мерекеге амандықты жете беруді тілейміз. Сіздер бізге бейбіт аспан сыйладыңыздар. Сол соғыстан кейін талай жыл мұғалім болып, ұрпақ тәрбиеледіңіз. Соған басымызды иеміз. Мереке құтты болсын. Мемлекеттік академиялық филармонияның Үрмелі аспаптар оркестрінің музыканттары соғыс ардагерлеріне тосын сый жасады. Олар қариялардың ауласында әскери әндер шырқады. Елорда әкімі Ұлы Отан соғыс ардагері Табешев Барлыбайды жеке құттықтап өз ілтипатын көрсетті. Еліміз гүлдене берсін, халқымыз сұяқ жақсара берсін. Сегодня особенный день. Спасибо вам. Вам спасибо. Берегите себя, дай Бог здоровья. Да. С праздником еще раз. Бүгінде бас шаһардағы 44 соғыс ардагері мен мүгедектерге 1 миллион теңгеден берілді. Сондай-ақ Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығына орай Нұр-Сұлтанда 3688 адам бір жолғы ақшалай төлем алды. Наргиз Бекмағамбетова, Нұрғали Мамурбаев, Хабар 24.